Саламатсыздарбы ханымдар. Біз қазір зефир жасаймыз. Зефирден лилия гүлін және де пион гүлін жасаймыз. Қазір зефирдің массасын көрсетемін сіздерге. Бізге ол үшін белок керек болады. 90 грамм немесе 100 грамм. 3 жұмыртқаның ағы керек болады белогы. Және 200 грамм сок. Мен яблочный соктан қолданайын деп жатырмын. Мұнда 150 грамм қант, 50 грамм глюкозный сироп. Глюкозный сиробыңыз болмаса, 200 грамм қант салсаңыз болады. И бізде агар керек болады, 8 грамм. И бізге 100 грамм қант керек болады. Қазір белок пенен қант екеуін жақсылап плотный масса болғанша араластырамыз. Алдын ала барлығын дайындап қоясыздар. Біз лилияны кептіретін болсақ, осындай жұмыртқаның ыдысына осындай алдын ала қағазды жасап дайындап қоямыз. Доскамыз дайындап қоямыз. Жаңағы пионы қою үшін, пионы гүлдерді қою үшін насадкілердің бәрін дайындап қоямыз. Мен қазір лилияны қалай жасау керекенін көрсетемін. Қағазын осылай кесесіздер. И былай бұрайсыздар. Сіздерде осында 3 бұрышты форма шығады. И мына жерден қағаз скотчпенен жабыстырасыздар. Сосын зефир кепкен соң қағаз скотчты алып тастап, былай ашып ақырын, сосын гүліңізді аласыздар. Зефир бір күннен кейін кебеді. Осылай міне. Осылай қойып дайындап аласыздар. Қазір мен планетарный миксерімді подогревін қосамын алтыға. Егер сіздер подогреві жоқ болса, подогревсіз қосып араластыра беріңіздер. 4 скоростқа қоямын, белогымды қосамын және араластырамын. Жаймендеп скоростын көбейтемін, 5-ге, 6-ға. И қантты ақырындап саламын, себелеп. Қазір. Сиробымызды қайнатамыз. Қайнаған кезде 6 минут қайнатамыз. Араластырып тұру керек, агар қатып қалмау үшін, жабысып қалмау үшін. Енді қантымызды жайлап түсірген болсын. Азаздан. Ең аусын көбейтеміз. Мына термошапка бар, осыны 30 градуске қойып, ысытып қоямын. Зефир суып қалмау үшін. Бізге мұна насадка трапка керек болады, пионыға ортасына. Мынандай лилияға осындай насадка керек болады, лилия гүлімізге. Насадка листияға арналған. И осындай пионы гүлімізге осындай насадка керек болады. И одноразовый мешок керек болады, основасын жасағанға. Неге көтеріліп жатыр. Жайлап қоясыздар осылай. Аз-аздан.
сироп кайнаган соң 6 минут кайнатасыздар тагы да. Астын акырын болуп кичине. Аралашып турасыздар кичине. Кичине лимонный кислота косуп жибересиздер. Кичине лимонный кислота. Белокка. Белогуңуз осундай плотный масса болуш керек. Мына астында үлкен яма дырка көрүнүш керек. Үлкен ямалар. Сосын сиропуңузду куясыз. Скоростун көбөйтүп 6га. Мына сиробумуз кайнап атат. 6 минут осулай кайнатасыздар. Орта отта 6 минут кайнатасыздар. Арасында аралаштырып туруңуздар. Астына жапсып калмау керек. Агар жапсып калмау үчүн осулай аралаштырып турасыздар. 6 минут кайнатасыздар. Скоростун 6га косуп көбөйттүм. Мынакей. Белок пен кант осылай плотный масса болу керек. Жақсы плотный болу керек. Жақсы араластыру керек. Мана 11 минуттай уже араластырып тұр. Енді сиропымызды құямыз. Масса плотно болғанша араластырасыздар. Максимумға қоямын. Мындай үлкен дырка көрінуі керек болады. Мінекей осылай болғанға дейін араластырасыздар. Үлкен астында яма көріну керек болады. Масса сыртына шығып кету керек болады. Мінекей. Венчикте тұру керек, плотный масса болу керек массамыз. Зефирный масса дайын болды. Енді осы массадан гүл жасауды көрсетемін қазір сіздерге. Заттардың бәрін алдын ала дайындап қоясыздар. Зефир кеуіп күтіп тұрмайды, тез зефир болып қатып қалады. Сол үшін алдын ала заттарын дайындап қойыңыздар. Кухняда жасайтын кезде газыңызды қосып қойыңыз. Кухняңыз ыстықтау болу керек, бөлме температурасы. Сол кезде зефиріңіз тез суып қалмайды. Ыстық болу керек бөлменің температурасы. Мінекей осындай масса, плотный масса болып шығу керек. Қазір осыдан пионый және лилия гүлін көрсетемін.